Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. 9 күн. Ішіміздегі баланы мейірімге бөлеу. 2 бөлім. Бүгін сіз өткенді кешіру және ішіңіздегі әдемі баланы жақсы көру үшін айнамен жұмыс істейсіз. Сіздің және ішіңіздегі баланың жағдайы қалай? Бір-біріңізді жақынырақ тани бастадыңыздар ма? Мен іштегі баламен жұмыс істеу өткеннің қалдырған жан жарасын емдеуге көмектесетін өте құнды құрал екенін түсіндім. Біз ішіміздегі үрейге бой алдырған кішкентай баланың не сезінетінін әдетте біле бермейміз. Егер балалық шағыңыз қорқыныш пен физикалық зорлық-зомбылыққа толы болса, немесе үлкендер ауыр сөзбен көп жәбірлесе, сізде өзіңізді ойша ұрып-соғатын әдет болуы мүмкін. Осыны істеген кезде сіз ішіңіздегі баланы да дәл осылай қорлайсыз. Алайда ол баланың басқа баратын жері жоқ. Көбіміздің ішімізде жалғыз қалып абдыраған, өзін ешкім сүймейтіндей сезінетін бала бар. Ұзақ уақыт бойы ішіміздегі баламен бір ғана жолмен байланыс жасап келдік, ол ұрсып жеку, жазғыру. Сөйтіп отырып, неге сонша бақытсызбын деп таң-тамаша боламыз. Біз өзіміздің бір бөлшегімізден бас тарта алмаймыз және әлі де ішімізде үйлесім құра алмаймыз. Бүгінгі айнамен жұмыста ата-анамыздың тыйымдарынан асып ішіміздегі адасқан кішкентай баламен байланысуға арнайық. Өткенді кешіріп, осы әдемі баланы жақсы көре бастайық. Бұл бала біздің оны мәпелеп, оған қамқор болатынымызды білуі керек. Көбіміз өткеннен қалған сезімдер мен өкпе ренішті тереңге көмдік. Сондықтан ішіміздегі баланы жақсы көріп үйренуге уақыт керек болады. Қанша уақыт қажет болса, сонша уақыт бөліңіз. Осы жаттығуды қайта-қайта жасаңыз. Сіз бұл мақсатқа түбі жетесіз, сөз берем. Сіздің ішіңіздегі бала ерте жастан қалыптасқан сенімдерге әлі де адал. Егер кішкентай кезіңізде ата-анаңыз қатал болып, соның салдарынан қазір өзіңізге қатал талаптар қойсаңыз, немесе айналаңызды қабырғамен қоршап алуға бейім болсаңыз, іштегі бала әлі де ата-анаңыздың тәртібін сақтайтын шығар. Әр қателігіңіз үшін өзіңізді жазғыра берсеңіз, іштегі бала үшін күнде таңертең ата-ана маған бүгін не деп айқайлар екен деген оймен ояну оңай болмағаны анық. Ата-анамыздың баяғыда бізге қатысты жасаған әрбір әрекеті мен шешімдері олардың санасының жемісі. Қазір өзіміз де ата-ана болдық. Саналы әрекет етуге тырысып жүрміз. Егер сіз әлі де ішіңіздегі баламен дос болғыңыз келмесе, өткенге деген ренішіңізді ұмыта алмай жүрсіз деген сөз. Демек, сіз кешіруге тиіс бір адам бар. Сізге қандай реніштен бас тарту керек? Өзіңізді не нәрсе үшін кешіре алмай жүрсіз? Бірнеше күн бойы барлық жерде бірге жүргеніңізді елестетіңіз. Қаншама қуанышты әрі қызықты жағдайларды бастан кешірер едіңіздер. Бұл ақымақтық болып көрінуі мүмкін, бірақ сонда да елестетіп көріңіз. Мұның расымен көмегі бар. Қиялыңызда өзіңіз бен ішіңіздегі балаға керемет өмір жасаңыз. Ғалам соған сай жауап қатады. Осылай өзіңіз бен ішіңіздегі баланы сауықтырудың жолын табасыз. Балалық шағыңыз бақытты болды ма, жоқ па, ол енді маңызды емес. Қазіргі өміріңізге өзіңіз ғана жауаптысыз. Әрине, бар уақытыңызды ата-анаңызды кінәлаумен өткізуге де болады. Не болмаса құшағыңызды махаббатқа толтыра аласыз. Таңдау өзіңізде. Махаббат мен білетін ең үлкен өшіргіш. Тіпті ең терең және ең ауыр естеліктерді өшіруге де шамасы жетеді, өйткені махаббат бәрінен күшті. Бір сәт ойланып көріңізші, әр күнді азаппен өткізгіңіз келе ме, әлде қуанышты сәттерге толы өмірді қалайсыз ба? Таңдау мен күш әрқашан сіздің қолыңызда. Көзіңізге үңіліп қараңыз да өзіңізді және ішіңіздегі кішкентай баланы жақсы көріңіз. Бары осы. Ал енді аффирмация жасайық. Мен ішімдегі баланы жақсы көремін. Қазіргі өміріме өзім жауаптымын. 9 күннің айна жаттығуы. 1. Айна алдына барып кеше іліп қойған бала кездегі суретіңізге қараңыз. 2. Дәл қазір бір сәт уақыт бөліп, бұдан былай ішіңіздегі балаға қамқор болатыныңызды айтыңыз. Мына аффирмацияны қайталаңыз.
Мен саған қамқор болам. Мен сені жақсы көрем. Шынайы жақсы көрем. Үшінші, мүмкін болса айна алдына жайғасып отырыңыз немесе отырған қалыпта қолайнаңызға қараңыз. Кеше бастаған ішіңіздегі баламен әңгімені жалғастырыңыз. Мысалы, былай кешірім сұраудан бастай аласыз. Осы жылдар бойы сенімен сөйлеспегенім үшін кешірім сұраймын. Саған ұзақ уақыт ұрсып келдім, оған өкінемін. Сенен қол үзіп бір-бірімізден алшақтап кеткен бүкіл уақыттың есесін қайтарғым келеді. Төртінші, егер сіз ішіңіздегі баламен 50-60 жыл бойы сөйлеспеген болсаңыз, онымен қайта қосылып жатқаныңызды сезінуге біраз уақыт кетуі мүмкін. Бірақ табанды болыңыз. Ақыр соңында байланыс орнатып ішіңіздегі баланы сезіне аласыз. Оны ести аласыз. Тіпті ішіңіздегі баланы көре де аласыз. Бесінші, жаныңызда әрдайым сұлулық болсын. Ішіңіздегі баламен сөйлесіп отырғанда жылау қалыпты нәрсе. Көз жасы жылдар бойы қатып қалған тоңды жібітіп іштегі баламен байланысты орнатуға көмектеседі. Ғаламат күш ішіңізде. 9 күннің күнделік сұрақтары. Бірінші, кішкентай кезіңізде не істегенді жақсы көретін едіңіз? Ойыңызға келгеннің бәрін жазып алыңыз. Сіз осылардан қайсысын болмасын соңғы рет қашан жасадыңыз? Көп жағдайда ішіміздегі ата-ана біздің көңіл көтеруімізге кедергі болады, өйткені бұл ересектердің ісі емес. Екінші, енді күнделігіңізді жауып сыртқа шығыңыз да кішкентай балаңызбен ойнаңыз. Көңіл көтеріңіз. Бала кезіңізде жасағыңыз келген тентектікті жасаңыз. Мәселен, үйіліп жатқан жапырақтың үстіне секіріңіз немесе бақша суаратын бұрқақ судың астынан жүгіріп өтіңіз. Ойын кезінде басқа балаларды мұқият бақылаңыз. Осы арқылы кезінде сізге ұнаған ойындар жайлы естеліктер қайта оралады. Егер өміріңіз әлде қайда көңілді болсын десеңіз, ішіңіздегі баламен байланысты орнатыңыз және осы стихиялық кеңістіктен шығыңыз. Сонда әрдайым көңілді жүресіз, өміріңіз шаттыққа тола бастайды. Маған сеніңіз. 9 күнгі жүректегі ойлар. Мен өзгеруге және есеюге дайынмын. Сіз жаңа нәрселерді үйренуге құлшынып тұрсыз, өйткені бұл өмірде сіз білмейтін дүние көп. Сіз ескі түсініктерден бас тартуға дайынсыз, олар енді сізге әсер ете алмайды. Мінез құлқыңызға көңіл бөліп, бұдан былай мынаны істегім келмейді деп айтуға дайынсыз. Қазіргіден әлдеқайда көп нәрсеге шамаңыз келетінін білесіз. Дегенмен өзіңіздің шын мәнінде кім екеніңізді көбірек білуге тырысыңыз. Өсу және өзгеру өте қызық. Тіпті ол үшін ішіңіздегі кейбір ауыр нәрселерді қопаруға тура келсе де бұдан бас тартпаңыз. 9 күннің медитациясы. Іштегі баланы жақсы көру. 9 күннің аудиосы. Өткенге оралыңыз. Өзіңізді кішкентай 5 жасар бала деп елестетіп көріңіз. Сол балаға қолыңызды созып, мен сенің болашағыңмын, мен сені жақсы көру үшін келдім деп айтыңыз. Баланы махаббатпен құшағыңызға басыңыз, содан кейін оны өзіңізбен бірге қазіргі сәтке алып келіңіз. Екеуіңіздің айнада тұрып бір-біріңізге сүйіспеншілікпен қарағаныңызды естетіңіз. Сол жерде тұрып өзіңізге не жетіспейтінін көресіз. Енді одан да әрі, яғни жаңа туған нәресте шағыңызға дейін шегініңіз. Сіз жаңа ғана дүние есігін аштыңыз. Бұл қиын сапар болған шығар. Бірден денені тітіркендіретін салқын ауаны сезесіз және жарқыраған шамды көресіз. Бәлкім біреу сізді шапалақпен салып та жіберген болар. Қош келдіңіз. Сіз өмір сүру үшін осындасыз. Енді мына кішкентай сәбиге мейіріміңізді төгіңіз. Сол бейкүнә баланы ежіре жақсы көріңіз. Сосын енді ғана аяғыңызды басып жүре бастаған сәтіңізге қарай жылжыңыз. Тұрып құлап, қайта тұрып, қайта құлап, тұрып, тағы да құлап жатырсыз. Кенет тағы бір талпынғанда құламай тұра қалдыңыз, сосын бір адым, тағы бір қадам басып жүре бастадыңыз. Кішкентай кеудеңізді мақтаныш кернеді. Сол титімдей балаға мейіріміңізді төгіңіз. Сол баланы елжірей жақсы көріңіз. Содан кейін мектептегі бірінші күніңізге ойысыңыз. Анаңыздан ажағыңыз келмеді, бірақ оны үйде қалдырып мектепке келдіңіз. Мектеп табалдырығынан жүрексіне аттадыңыз. Қорқыныш бар еді, бірақ соған қарамастан алғашқы қадам жасалды. Сіз қолдан келгеннің бәрін жасадыңыз. Осы батыл балаға мейіріміңізді төгіңіз. Оны шын жүрегіңізбен жақсы көріңіз.
Содан кейін шамамен 10 жасар кезіңізді және сол жылдары болған бүкіл оқиғаны еске түсіріңіз. Бәлкім өміріңіздің сол шақтары керемет өтті, мүмкін керісінше көп қиындық көрген боларсыз. Сіз аман қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасадыңыз, сөйтіп осы күнге жеттіңіз. Осы мықты балаға мейіріміңізді төгіңіз. Жай ғана жақсы көріңіз. Енді одан да ересектеу кезіңізге ауысып болған жағдайлардың бәрін еске алыңыз. Бұл қызық әрі қорқынышты кездер еді. Мүмкін иығыңызға сіз көтере алатында көп жүктер артылды, бірақ сіз одан аман-есен өттіңіз. Шамаңыз келгенше тырыстыңыз, сөйтіп бәрі ойдағыдай болды. Сондықтан осы ақкөңіл жасөспірімге мейіріміңізді төгіңіз. Оны ежірей жақсы көріңіз. Алғаш жұмысқа тұрған кезіңіз және ақша табудың қаншалықты қызық болғанын еске түсіріп көріңіз. Ұжымға жақсы әсер қалдырғыңыз келді, алда үйренетін нәрсе көп. Сіз қолдан келгеннің бәрін жасадыңыз, осылай жетістікке жеттіңіз. Осы табанды еңбекқор жанға мейіріміңізді төгіңіз. Жай ғана жақсы көріңіз. Алғаш рет сіз ғашық болған адам сізді сүймейтінін айтқанда жүрегіңіз қаншалықты ауырғанын еске алыңызшы. Бұдан кейін мені ешкім сүймей өтеді дегенге 100% сенімді болдыңыз. Жаныңыз сыздап терең мұңға баттыңыз. Дегенмен бұл кезеңнен де аман өттіңіз. Осы мұңды жанға да мейірім шуағыңызды төгіңіз. Оны шынайы жақсы көріңіз. Содан кейін өміріңіздің тағы бір маңызды кезеңіне өтіңіз. Бұл қатты ұялған кезіңіз, не қатты қиналған шағыңыз, немесе керемет күндер болуы мүмкін. Қандай жағдай болмасын, сіз сол кезде түсінігіңізбен, білім-білігіңізбен қолдан келгенді жасадыңыз. Сондықтан осы адамға мейіріміңізді төгіңіз. Оны жақсы көріңіз. Енді өзіңіздің бүкіл бұлшық еттеріңізді жинап оларды алға қазіргі уақытқа әкеліңіз. Бәріңіз бірге айна алдында тұрсыздар. Дәл қазір өміріңіздің бүкіл байлығына, толық құрамына қарап отырғаныңызды түсініңіз. Әрине қиын кездер, ауыртпашылыққа толы шақтар, ұятқа қалған және адасқан күндер бастан өтті. Мұның бәрі өмірдің бір бөлігі. Енді кері бұрылыңыз. Алға қарап, сізге құшақ жайып, мен сенің болашағыңмын. Сені жақсы көру үшін келдім деп айтатын адамды елестетіп көріңізші. Өмір дегеніміз өткенді, бүгін мен болашақты шексіз сүю мүмкіндігі. Өзіңіздің әр бөлшегіңізді жақсы көру және қабылдау арқылы жаныңызды емдейсіз. Егер сіз өзіңіздің қандай да бір бөлшегіңізден бас тартсаңыз, қалай толық адам боласыз, қалай сауыға аласыз. Айығу қайтадан бүтін болу. Өзіңізді әр бөлшегіңізді жақсы көріңіз және біртұтас болыңыз. Бәрі де жақсы болады.